Сахара шөлінің үлкендігі соншалық, ол жер шарының шамамен 6,17% алып жатыр. Оның аумағын ақш немесе Қытаймен салыстыруға болады. Bir таңғаларлығы, Сахара әлемдегі ең үлкен шөл емес. Сахара Антарктида мен Арктикадан кейінгі 3-ші орында. Бірақ бұл ең ыстық жер. Сахара шөлі кеңейіп, Европаны басып, және адам шошырлық жылдамдықпен бүкіл әлемге таралып, қауіп төндіріп тұрғанын білесіз бе? Бұл мәселе тез шешілмесе, алдағы уақыттарда әлемге үлкен қиындық тудыруы мүмкін. Оның себебі неде және оның шешімі бар ма? Қандай жобалар ұсынылды? Осы ақпараттарды видеоны аяғына дейін көру арқылы біле аласыз. Еңбекті бағалап, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетсеңіз, бұл маған үлкен қуаныш сыйлар еді. Жылдық орташа температурасы 30 градустан асатын Сахара шөлі әлемдегі ең ыстық аймақтардың бірі болып табылады. Ең ыстық айларда температура 50 градустан жоғары көтеріліп, 57-58 градусқа дейін жетуі мүмкін. Ал қыста олар 0-ден төмен түсуі мүмкін. Bir тәуліктік температураның -0,5 градустан 37,5 градусқа дейін өзгеруі тіркелді. Араб сөзінен шыққан аудармасы бойынша шөл дегенді білдіреді. Мұнда сіз көрген ең керемет құм төбелері бар. Олардың биіктігі 450 метрге жетеді. Бірақ міне ең қызығы, бұл төбелер бүкіл әлемді қамтығанша тарала беруі мүмкін деген қауіп бар. Bir таңғаларлығы, Сахараның әсері оның шекарасынан асып жатыр. Оның қатты желмен тасымалданатын шаңы Ұлыбританияға жетіп, бүкіл Европа континентін аралайды. Әсіресе қыста, жаңбыр кезінде жерге түсетін бұл шаң Ұлыбритания тұрғындарына жақсы таныс. Ол көбінесе көліктерде қызыл із қалдырады. Сахара, Англия және Европа арасындағы бұл байланыс экологиялық құбылыстардың жаһандық ауқымын еске салады. Сіз бұл үлкен мәселе емес деп ойлауыңыз мүмкін, бірақ бұл Европаны шөлге айналдырып, оның топырағын құнарсыз және еуропалықтарды тамақсыз қалдыруы мүмкін. Топырақ бұл таза су мен ауа сияқты маңызды адам өмірінің негізгі аспектісі. Онсыз бізді тек қараңғы және жансыз ландшафт күтеді. Сахара шөлі жерорта теңізі арқылы өтіп үлгерді. Бұл алаңдаушылық тудырады және ландшафтты біржолата өзгерте алады. Испания территориясының 5-тен 1 бөлігі қазірдің өзінде шөлге айналды. Келесі құрбан Италия. Ол да осы мәселеге тап болды. Шындығында бұл Европаның барлық дерлік елдеріне қатысты. Сарапшы Маурицио Цертиннің айтуынша, 2000 жылға жуық уақыт бойы өзгермеген жер тасқа айналады және сол жерде тұратын адамдар жоғалу қаупі бар. Молдовадағы топырақтың 60% жоғалып, мәселе Қара теңізден әлде қайда асып кетті. Ол Сахарадан мыңдаған шақырым жерде орналасқан Қытай мен Монғолияға дейін жетті. Мұның бәрі жылына $4 миллиард шығынға әкеледі. Қауіп соншалықты маңызды. Тіпті Біріккен ұлттар ұйымы мәселені тезірек шешу үшін қажетті ресурстарды жинады. Италия шөлдің кеңеюін тоқтату үшін Африкаға көмек жібереді. Егер бұл алдағы 10 жылда іске аспаса, миллиондаған адамдар үйлерін тастап кетуге мәжбүр болады. Сахара 10 жылдықта шамамен 48 километрге кеңейіп жатыр. Өзіңіз Европаны жабуға қанша уақыт кететінін елестетіп көріңіз. 1920 жылдан бастап Сахара шамамен 10%-ға өсті. Алайда бәрі біткен жоқ. Өйткені 172-ден астам ел әлемнің шөлейттенуіне жол бермеу үшін бірікті. Бұл бағдарлама бір кездері Сахарада болған жасыл жерлерді қалпына келтіруге көмектесетін жоба. Сарапшылар Сахара тұрғындарына не істейтіндері туралы айтқан кезде, олар бұл мүмкін емес деп күлді. Бірақ сізде белгілі бір мақсат болған кезде, мүмкін емес нәрсе мүмкін болады. Егер біз шамамен 5000 жыл бұрынғы кезге баратын болсақ, онда біз жасыл ағаштар мен шөптері бар қызыл орманды көрер едік. Бұл жер 21 000 жылдан бері ғажайып жасылдан өмір сүруге жарамсыз шөлдерге дейін айналды. Бұл осы құрғақ континентке су әкелетін муссондарға байланысты. Бірақ ғалымдар мен кейбір айламалдардың көмегімен біз жасылдарды қайтарып, Сахараның бүкіл әлемге таралу қаупін тоқтата алуымыз мүмкін. Сенегал өзені Сахара, Сагал қаласы және Мавритания арасындағы шекара қызметін атқарады. Бұл аймақта ғарыштан қараған кезде шөлдің Сенегалға қарай кеңейіп бара жатқанын байқауға болады. Өйткені оның жағалауындағы өсімдіктер іс жүзінде жоқ. Ормандар құмның қозғалуын және шөлдің кеңеюін тоқтататын тосқауыл бола алады. Қазір үлкен жасыл қабырға жасау жұмыстары жүргізілуде және оның ауқымы шынымен де
таң қалдырарлық. Қалпына келтірілген аумақта 40 жылдан астам уақыт бойы ештеңе өскен жоқ, және бұл жергілікті тұрғындарды басқа тұру орындарын іздеуге мәжбүр етті. Сондықтан адамдар жерді қалпына келтіруге болатынын көргенде қатты қуанды. Олар топырақпен жұмыс істеуді және тамақ өсіруді үйренді. Қазіргі уақытта қалпына келтіріліп 300 шаршы шақырымнан астам жасыл желекке айналды. Сахел аймағы шөлейттену процесінің басында тұр, және ең алдымен сол жерде жасыл қабырға жасау өте маңызды. Мұндай қабырғаны жасау бірнеше қарапайым қадамдарды қажет етеді. Ол аймақта күннің әсерінен жер күйіп, бетон сияқты қатты болады. Егер сіз бір кездері бетонға су құйған болсаңыз, онда ол су жай ғана бір жерде қалмай ағып кететінін білетін боларсыз. Сондықтан суды сақтайтын және оны өсімдіктерге қол жетімді ететін ылғал сақтайтын жарты ай атты тәсілді жасау керек болды. Осы жарты айлардың қалай жұмыс істейтінін білгенде, сіз неге біз бұған дейін бұндай әдісті жасаған жоқпыз деуіңіз мүмкін. Шындығында бұл әдіс өте ежелгі және бір кездері қолданылған, бірақ уақыт өте келе ол жоғалып кетті. Жаңбыр жауған кезде су контур сызықтары бойымен жерден сәл төмен орналасқан жарты айға жиналады. Топографиялық картаға қараған кезде сіз бұл сызықтарды көресіз. Олар жердің қаншалықты биік екенін көрсетеді және жарты айды орналастыруда маңызды рөл атқарады. Пішіннің соңында судың шетінен ағып кетуіне жол бермейтін ерекше жағасы бар. Ал ортасында су көп болғандықтан өсімдіктер өседі. Аймақта құмай мен тары сияқты қатал жағдайларға үйренген жергілікті өсімдіктерді ғана өсіру керек. Бұл өсімдіктер онда мыңдаған жылдар бойы өмір сүрді және көп мөлшерде биомасса шығарады. Яғни жерді тезірек қалпына келтіруге болады және адамдар тамақты тезірек алады. Жарты айға түсетін су жоғалмайды. Ол жерге еніп, жер асты суларын толтырады. Осылайша жер асты суы ешқашан таусылмайды және болашақ ұрпақ оны пайдалана алады. Бұл өсімдік отырғызу техникасы тек жарты аймен шектелмейді. Адамдар сонымен қатар сызықтар жасайды және қызанақ сияқты әртүрлі көкөністерді отырғызады. Сондай-ақ лимон немесе апельсин сияқты ағаштарға арналған орындар бар. Ағаштар топырақты да қорғайды. Егер бәрі дұрыс болса, Сахарада жаңа орман пайда болады. Міндет орман динамикасын орнату. Кішкентай өсімдіктерден бастаңыз және оларды біртіндеп үлкенірек өсімдіктерге дейін кеңейтіңіз. Осындай тәсілмен сарапшылар 10 мыңнан астам ағаш отырғызуды жоспарлап отыр. Қазір көптеген адамдар Сахарадан кетіп жатыр. Жаңбырлы маусымнан кейін олар қалаларға кетеді, немесе Африканы мүлдем тастап кетеді. Жылдың осы уақытында ауылдар қаңырап қалады. Олардан тек жануарларды кездестіруге болады. Көптеген адамдар кетіп қалды, бірақ оларды кім айыптай алады? Ешкімде ештеңе өспейтін құмда өмір сүргісі келмесі анық. Дұрыс па? Бақытымызға орай осы жаңа ескі технологиялардың арқасында көптеген адамдар өз жерлеріне баяу, бірақ сенімді түрде оралып, егіншілікпен айналысады. Ең жақсысы, қысы қатал емес, сондықтан өсімдіктер жылына 12 ай өседі және адамдарда әрқашан тамақ болады. Егер бұл жоба сәтті болса, Африка құтқарылады және әлем алып шөлге айналмауы мүмкін. Сіздің бұл жоба туралы ойыңыз қандай? Пікір алаңына жаза кетіңіз. Видеоны көргеніңізге рахмет айта отырып, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қоюыңызды сұраймын.